Ассалаумағалейкум, қадірлі телекөрермендер, эфирде кезекші бөлім бағдарламасы. Ата заңда тіркеу, қарау және есепке алу ұғымдары жеке және заңды тұлғалар жүгінулерінің түрлері нақтыланып айқындалған. Мемлекеттік органдарға жүгіну кезінде жеке және заңды тұлғалардың конституциялық құқықтары мен мүдделерін іске асыруда кепілдіктің қағидалары бекітілген. Шағым адамның өзінің бұзылған құқықтарын, бостандықтарын немесе заңды мүдделерін қалпына келтіру, лауазымды тұлғалардың заңсыз іс-әрекеттерін немесе әрекетсіздігін жою, сондай-ақ субъектілердің заңсыз шешімдерінің күшін жою туралы талап болып табылады. Биылғы жылдан бастап азаматтар арыздарының есебін электрондық түрде жүргізу жоспарлануда. Бұл Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының ұсынысы бойынша қолға алынбақ. Бүгінгі таңда облысымызда жеке адамдардың арыз өтініштерін қарайтын 63 мемлекеттік орган бар. Оның 65%-ында прокурорлар өздерінің арнайы базасын қондырған. Жеке адамдар өтініштері арыз берген күні комитеттің электрондық сайт базасына түседі. Азаматтардың конституциялық құқығын қорғау прокурорлармен тікелей қадағаланады. Біздің альтернативный учет, яғни біз өзіміз дежурный участке қатарласа тағы да арыздар тіркеп отырмыз. Бұл эксперимент есебінде өткен болатын, және де ол өзінің нелерін көрсете білді. Қорытындысын жақсы көрсете білді. 2008 жылғы жоспар перспективалық осы алға қойған жоспарымыз бекітілді. Яғни осы қазірде осы жоспар демекші мына обращение жаңағы өтініштерді қабылдау туралы есеп бойынша ол басқа да мемлекеттік органдардың жоспарларын алып жатыр жылдық. Яғни жылына тек қана олар қай жерде тексереді, біз де соны мысалы солар арқылы қадағалап, жоспарлар арқылы тіркейміз. Мемлекеттік органдар қызметкерлері арасында сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мақсатында прокурорлар кезекті қызметтік және арыз шағым бойынша тексеру жұмыстарын жүргізіп, бірқатар заң бұзушылықтарды анықтады. Сонымен қатар соңғы уақытта прокуратураға кәсіпкерлерден көп арыз түскен. Себеп кейбір мемлекеттік органдар заңсыз тексеру жұмыстарын жүргізетін көрінеді. Азаматтардың конституциялық құқықтарының бұзылуы кеңінен орын алып отырғаны ешкімге де жасырын емес. Заң бойынша кез келген органда тұрғындардан келіп түскен арыз шағым уақытында қаралып, заң жүзінде тиісті шешім қабылдануы керек. Алайда кейбір арыздар қараусыз қалып, шағым білдірушілердің өтініштеріне жауап берілмеген. Азаматтың құқығы неден бұзылады? Мысалы, берілген арызды дер кезінде қарамау. Заңға сәйкес, заңның 8-ші бабына сәйкес, арыздар 15 күн ішінде қаралып, 15 күннің ішінде арыз иесіне жауап беру керек. Өткен жылы облыс тұрғындарынан прокуратураға келіп түскен арыз шағым көбейген. Азаматтар көбіне әкімшілікке қарасты бірқатар басқармасы қызметкерлеріне арызданған. Прокурорлардың араласуымен көптеген азаматтардың конституциялық құқықтары қорғалып, кінәлілер әкімшілік және тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Халықпен тығыз жұмыс жасайтын жергілікті атқару органдар, яғни әкімшілік, ауданда әкімшіліктер, қалалық және поселкалық әкімшіліктер халықпен тығыз жұмыс жасағандықтан көп азаматтар сол әкімшілікке арызданады. Сол көп құқық бұзушылықтар да сол әкімшіліктің қызметкерлерінен тарапынан жол берілген. Олар бойынша енді жылдың аяғында біз бәріне ақпараттық хат немесе ұсыныс жолдап заң жою туралы жауаптар келді. Бірқатар қызметкерлер өзінің тиісті шара қолданып жазаланған. Адамдардың жұмысқа орналасуы кезінде мекемелер, әсіресе мемлекеттік органға қажетті мәлімет жаңа қызметкердің бұрын әкімшілік, тәртіптік, қылмыстық жауапкершілікке тартылғандығы жөнінде берілетін анықтама. Азаматтардың сотталғаны немесе сотталмағаны жөніндегі анықтаманы тек құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті ғана бере алады. Арыз берушінің өтініші жан-жақты тексеріліп, оған 7 күн ішінде жауап беріледі. Сонымен қатар бізде мемлекеттік қызметке үміткерлер азаматтар бар. Олар бұл жеке азаматтарға қарама-қайшы болып келеді. Себебі если бұрын ол сотталса, мемлекеттік қызметке мына адамды біз мысалы жібере алмаймыз. Себебі бұрын осындай уақытқа дейін біз осының есін ұстаймыз. Осындай уақытта, жаңағыдай белгіленген уақытта біз оны алып тастауға құқылымыз. Егер де ол адам сотталған жағдайда да біз оны қараймыз, жаңағы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 77-ші бабына сәйкес, егер де ол бұрын сотталған болатын болса, сол заңға сүйене отырып, оның жеке құқығын біз бұзбаймыз, сол қылмыстық кодекс бойынша жұмыс жасаймыз. Егер де ол сотталса, өзінің 77-ші бапта қаралған, мысалға, осындай жылы мысалға ол алынып қалады деген, сол бойынша береміз. Конституцияда көрсетілгендей басты құндылық адам және оның өмірі деп айтылған.
заңсыз әрекеттер, сыбайлас жемқорлыққа жол беріліп, құқық қорғау органдарында азаматтардың арыз шағымы қабылданбай, заңсыз тексерулер жүргізілсе, заңды белшесінен басып қызмет бабын асыра пайдаланатын мемлекеттік органдар қызметкерлері заңға қайшы келетін іс-әрекеттерге барса, прокурорлар заңға жүгіну керек екенін еске салады. Күнделікті шығып жатқан заңнамалардың орындалуын қадағалап, түрлі құқық бұзушылыққа тосқауыл қоятын органдарының бірі Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасы, құқықтық статистика және арнайы есепке алу басқармасы қылмыстарды есепке алу, тіркеу, бақылау жұмыстарын жүргізуді назардан тыс қалдырмайды. Осымен хабарымыздың кезекті саны аяқталды. Ал мен өздеріңізбен эфирде келесі жүздескенше қоштасамын. Ел аман, жұрт тыныш болсын.